Бердібек Соқпақбаев жекпе-жек. Шығармада жігерлі талабының арқасында 16 жасында бокстан әлем чемпионы болған Мұрат Батырбаевтың ұнамды бейнесі жасалған. Мұрат өзі қатарлы балалардың бәрінен де нәзік, күнде ауырып қала беретін бала. Ұлжан шешей қорқып дене шынықтыру спортпен айналысуға рұқсат етпейді. Жаңа оқу жылы басталғанда Николай Трофимович есімді дене шынықтыру пәнінің мұғалімі келіп, ауылда алуан түрлі спорт ойындарын үйрете бастайды. Және де Қызыл Шекара ауылында спорт тым таңсық дүние еді. Әлжуаз Мұрат бокс үйренуге құштарлық білдіреді. Басында оны әкесі мен анасы құп көрмейді. Мұратқа жеңіс оңайлықпен келмейді. Алғашқы аудандық жарыста қателігінен жеңіліп қалса да, сағы сынбайды, жаттығуын көбейтіп алға ұмтылады. Содан әрі аудандық, облыстық, республикалық жарыстарға қатысып, бокстан бірінші орынды жеңіп алады. Асқақ арманы Мұратты Алматыға жетелеп әкеледі. Бұл кезде ұстазы да қалада еді. Оның жемісті жолы үлкен жарыстарға жалғасады. Алдымен өз намысын, одан соң ел намысын, отан намысын қорғай білген Мұрат образы повесте өте нанымды, шебер суреттелген.